Халықаралық әйелдер күні қарсаңында облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің қызметкерлері әйелдер қауымын мерекемен құттықтады. Департамент өкілдері қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ғимаратының алдында нәзік жандаруларға гүлдермен құттықтау хаттарын тарту етіп, мерекелік көңіл күй сыйлады. Департамент қызметкерлері жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне келіп кетуші әйелдер қауымының барлығын көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Әр аруға гүл тарту етіп, жылы лебіздерін білдірді. Күтпеген жерден ерекше ықыласқа бөленген қыз-келіншектер өз алғыстарын айтып, бұл шараның көңілдерінің бір серпілтіп тастағандығын жеткізді. Шараның көздегені нәзік жандаруларға мерекелік көңіл күй сыйлап, агенттікке деген халықтың сенімін арттыру. Жалпы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жыл бойы осындай түрлі шараларды ұйымдастырмақ ниетте. Барлық аналарға жер бетіндегі бір қолмен әлем тербеткен, бір қолмен бесік тербеткен аналарымыздың әркез аман болған, әркез балаларының қызығын көріп, осы біздің мемлекетімізге өз үлестерін қосып, бала санын көбейте берсе екен деп тілек білдіргім келеді.